Ағымдағы жылдың 2 сәуірінде Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрінің нөмірі 72 бұйрығымен педагогтерді аттестаттаудан өткізудің жаңа қағидалары мен шарттары бекітілді. Қағидалардағы негізгі өзгерістердің бірі барлық деңгейдегі педагогтер үшін тестілеу кезінде сұрақтар санының бірдей, яғни 50 болуы, оның ішінде өз пәні бойынша 30, оқыту әдістемесі 20 сұрақ. Жаңа қағидаларда шекті балл 2 бағыт бойынша дұрыс жауаптардың жалпы санынан есептеледі. Мысалы, педагог-модератор санатына үміткерлерге пәндік білім мен оқыту әдістемесі бойынша 50 сұрақтан кем дегенде 30 балл жинау жеткілікті. Ол 60%-ды құрайды. Сәйкесінше, педагог сарапшылар үшін 70%, педагог зерттеушілер үшін 80%, педагог шеберлер үшін 90% құрайды. Нұсқаманы өткізуге кететін уақытты есепке алмағанда, педагогтың білімін бағалау рәсімін орындау ұзақтығы педагогтер үшін 80 минутты, жаратылыстану математикалық цикл педагогтер үшін 125 минутты, білім беру ұйымдары басшысының бірінші басшылары, орынбасарлары, әдістемелік кабинеттер, орталықтар әдіскерлері үшін 90 минутты, ал көру, есту, тірек қимыл аппараты бұзылған мүмкіндігі шектеулі тұлғалар үшін қосымша 40 минут беріледі. Педагогтер кезекті аттестаттау кезінде жылына 1 рет тегін, 2 рет ақылы негізде тестілеуден өтеді. Мерзімінен бұрын аттестаттауға үміткер педагог жылына 1 рет тегін тапсырады. Сынамалық тестілеу педагогтың қалауы бойынша ақылы негізде жыл бойы өтеді. Сынамалық тестілеудің нәтижелері тестілеуден өту үшін негіз болып табылмайды.